Жасым 29-да. Ер жігітпін. Үйленбеген бойдақпын. Бұрын 3 жыл жүрген қызым маған ерегісіп басқаға шығып кетті. Мен де үйленуге дайын емес едім. Ендігі маған жазып жүр. Уже бір баласы бар. Мені алып кетші, бақытсызбын деп. Әрине, оны әлде де сүйемін, бірақ баласы болғасын, уже не хош етсе. Кезінде ақымақ болдым. Сол кезде оны ала салуым керек еді. Енді қадірін түсініп жатырмын. Қазір басқа қызбен жүрейін десем де, соны ұмыта алмай жүрмін. Бір кішкентай қалада тұрғасын, ара-тұра көшеде көрісіп те қаламыз. Күйеуі өзінен 7 жас үлкен сварщик кәсіпкер жігіт. Ақшасына қызықты ма, әлде жоқшылықтан шыққан менің сүйгенім соған тиді де кетті. Алып қашты. Көнді. Енді бармағын тістеп, маған қайта-қайта звондап, кейде жазып жүр. Екеуміз 3 жыл жүріп, тіпті жыныстық қатынаста болған. Ары қарай түсіне беріңіздер уже. Бірақ тойға қаражат, менің кредиттерім әзір, үйленуге маған мүмкіндік бермеді. Сонымен вақтаға кетіп қалып, бір жүріп, бір қойып жүрдік. Ақырында осындай жағдай болып отыр. Ажырасамын, мені алшы деп отыр. Сен болмасаң да ажырасар едім деп айтады. Жақсы көрмеген адамға тиіп, енді өкініп, күнде жазады. Кездесек деп кездесіп, 5-6 рет итеріп алдым да. Енді бірыңғай кездесіп тұрайық сенімен болғанда, нағыз рахатты сезінем, күйеуімді сүймем деп отыр. Маған да үйдегілер үйлен деп, бір жағынан мына келіншекте де ұмыта алмай, ол да кездесуден бас тартпағасын бұмен бас қатты. Үйлену үшін де кредит алу керек. Бір қызды шынайы сүюде қиын қазір. Тіпті шынайы жақсы көруде қиын. Не істейін енді? Ұсталып қалсақ та, бәрібір ажырасам ғой деп отыр келіншек. Мен ажырасқасын оны алуға да қарсы емес сияқтымын. Бірақ ағайын жұрт, туыс бар, олар не дейді екен? Бір жағынан неке құрып қана қоямыз, үлкен болмайтыны анық. Қаражатта жоқ, кредитте шықпайды. Маған қандай ақыл кеңес айтасыздар? Сүйген адамым осы біреудің келіншегі, ажырасып семьяны бұзуда қолымда болып отыр. Алмасам да ажырасады. Тіпті үйленсем де дұрыс қыз жоқ та маған қазір. Жас қыздар жоқ. Осылай бойдақтықпен жүре берейін ба, әлде ажыраса неке құрайын ба нағыз сүйгеніммен? Әлде бір қызбен есік көрмеген танысып, просто так үйлене салайын ба сүймей? Оны жақсы көрмесем тағы да сол баяғы нағыз сүйгеніме барып жүрем ғой.